Ақын, мынау менің үйім. Неге сырласып жатсың? Просто көріш кемпір бар да. Бәрін естіп қоятын адайлы шығады. Ой, кешір. Сен үндеме, Ақын. Әй, не шу болып жатыр? Шу? Бірдеңе гүрс ете қалды ғой. Жоқ, мен просто бір затым қалып кеткен ғой. Біреу-міреуді әкеп жүрген жоқсың ба, Ego? Жоқ, үйде ешкім жоқ, өзім жалғызбын. Хозяйкаңа хабарласайын ба? Жоқ, звондамай ақ қойыңыз. Осыдан бір рет шулаңдар. 102 шақырым. Все, кешіріңіз. Все, кетті. Чыта. Кім шыңғырды? Ешкім, мен просто аяғым соғып алдым. Все, қазір хозяйкаңа хабарласам, қуып шығады сені. Звондамай ақ қойыңызшы. Мен уже 102-ге хабарласып қойдым. Сен ойлама, менен бірдеңе жасырамын деп. Мен мына подъездің бәрінде кім не істеп жүр, кім қайда бәрін білем. Жақсы, кешіріңіз. Надоел мына кемпір бар ғой. Мә, сенің мына үйінде тұру невозможно ғой, өмір емес қой мынау. Мен не істеймін, басқа амал бар ма? Как раз сен Монолит групптан ЖК Зергер деген асқабатты үйлер салынып жатыр. Соны алып алсаш, котлован кезінде алып алсаң, бағасы арзан болады. Не шу? Мен көшіп бара жатырмын. Өзіме үй алдым. Енді ешкім сұламайтын болады. Сау болыңыз. Мынау да кетіп қалды ғой. Енді кімнің қанын ішемін?